Ақылды және қатал жыртқыштар, қасқырлар бүкіл әлемде кең таралған. Бұл жануарлардың отары кез келген қарсыласқа, адамдарға да, орман жануарларына да қауіп төндіруі мүмкін. Бірақ қасқырлардың табиғи мекендейтін жері адамзаттың бүкіл әлемге таралуына байланысты тұрақты түрде азайып келеді. Ал кейбір аймақтарда бұл орман түрлерінің популяциясы азайып келеді. Қасқыр туралы фактілер. Бұл жануарлардың есту қабілеті өте сезімтал. Ашық кеңістікте олар 7-8 километр немесе одан да көп қашықтықта кез келген дыбысты ести алады. Қасқырлар кейде карионды, яғни өлген олжаны жейтіні белгілі. Бірақ олар мұндай жағымсыз тағамды тек аштық кезінде жейді, егер оларда басқа олжа болмаса. Жалғыз қасқырлардан гөрі бұл жануарлардың бүкіл отары әлде қайда қауіптірек. Бұл олардың саны туралы ғана емес, туыстарсыз қасқырлар соншалықты батыл емес, және олар өте сақ болады. Өмірдің алғашқы 4 айында қасқырлар өте тез өседі. Осы уақыт ішінде олардың массасы 20-30 есе артады. Бұл жағдайда жаңа туған қасқырдың салмағы әдетте шамамен 500 граммды құрайды. Қызыл қасқырлар түлкілерге ұқсайды, сондықтан оларды жиі шатастырады. Қасқырлар тұтқында туылған болса, бала кезінен адамдарды көруге дағдыланған болса да, оларды үйрету мүмкін емес. Қараңғыда қасқыр көздері мысық тәрізді жарқырай алады. Әрине, олар өздігінен жарқырамайды, бұл шағылысқан жарық. Азық түліксіз жабайы қасқыр 5-7 күнге дейін өмір сүре алады. Бұл жыртқыштар моногамды өмір салтын ұстанады, яғни әрдайым дерлік олар өмір бойы бірге болатын жұп құрайды. Ескі шежелер мен кітаптарда қазіргі Ирландияның қасқыр жері деп аталатын аумақтары туралы айтылады. Бір кездері қасқырлар сол жерлерде көп болған, бірақ қазір олардың саны өте аз. Қасқыр тістері олардың мөлшері мен пішіннің ерекшеліктеріне байланысты сирек олжаны тез өлтіре алады. Сондықтан қасқыр отары қоршап алынған бұғы әдетте тірідей желінеді. Полярлы қасқыр өте қатал климаттық жағдайда өмір сүре алады. Басқа сүтқоректілердің басым көпшілігі бұндай табиғи жағдайларға төзімділігі бірнеше күнге ғана созылуы мүмкін. Қасқырлар заңның қорғауына алынған жануарлардың алғашқы түрі болды. Олар әдетте жүзуді ұнатпайды, бірақ оны қалай жақсы жасау керектігін біледі. Ересек қасқыр кез келген кең өзеннен, немесе тіпті шығанақтан өтіп, ондаған, немесе одан да көп шақырым суда жүзе алады. Аш болғанда ересек қасқыр бір уақытта 8-10 килограммға дейін тамақ қорыта алады. Жаңа туылған қасқырлар алғашқы уақытта соқыр және саңырау болады. Адамдар мен қасқырлардың қарым-қатынасы баяғыда басталған. Олар қарапайым аңшыларға өте танымал болды. Бұл жануарларды бейнелейтін кейбір үңгірлердің суреттері шамамен 20 000 жыл бұрын салынды деп мерзімделеді. Жақында Австралия аралына жататын Тасманияда табылған ерекше марсупиалды, яғни алдында қалташасы бар қасқырлар қалдықтары табылды. Олардың соңғысы өткен ғасырда өлтірілді. Қазір австралиялық ғалымдар спирттелген үңгірлерден алынған ДНК-ны қолдана отырып, түрді клондау арқылы жандандыруға тырысуда. Қасқырлардың қара түстілері де кездеседі. Бұл қасқырлар жүн мутация нәтижесінде пайда болды. Бұл олардың иттермен араласу себебінен болды. Қара қасқырлар тек Солтүстік Америкада кездеседі. Қасқыр тобының құрамында 3-4 ондық ересек арлан кіруі мүмкін. Бұл жануарлар өте төзімді. Олар түнгі өмір салтын ұстанады, ал түнде қасқырлар отары 70-80 километрға дейін жүре алады. Егер екі қасқыр отары кездессе, бұл көбінесе аумақ үшін төбелеске әкеледі. Әрі бұндай қақтығыстарда тек жетекші қасқырлар ғана қатысады, және ұтылған отар тынымсыз кетеді де аң аулайтын жерлерді жеңімпаздарға қалдырады. Қасқырлар жетекшісі отар алдында әрдайым құйрығын көтеріп алдында жүреді. Қасқырдың ми көлемі иттің ми көлеміне қарағанда орта есеппен 25-35%-ға көп. Ересек қасқырдың ресми тіркелген салмағының рекорды 86 килограмм. Бұл жануарлардың 4-5 метрлік биіктікке секіре алады.
Олардың терісі қызықты, өйткені ол екі қабаттан тұрады. Ішкі қабат жылуды сақтайды, ал сыртқы қабаты ылғалды кетіреді және ішкі қабаттың сулануына жол бермейді. Бұл жыртқыштардың түсі олардың тіршілік ету ортасына тікелей байланысты. Шөлде ол сарғыш немесе қоңыр, орманда сұр, полярлық жерлерде ақ болады. Жүгіру кезінде қасқырлар сағатына 60-65 км жылдамдыққа жетеді. Орташа алғанда бір қасқырдың аңшылық алқабының ауданы 30-дан 60 шаршы шақырымға дейін. Бірақ егер олжа аз болса, отар үйреншікті жерден кетіп, азық іздейді. Қасқырлар халықаралық қызыл кітапқа енгізілген. Жаңа туған арландарының көздері көгілдір. Олар кейінірек бірнеше айдан кейін сарыға айналады. Көшбасшы мен оның жұптарының ұрпақтарын әдетте бүкіл отар өсіреді. Қасқыр аң аулауға барғанда, бөлтіріктер әдетте отардың жас мүшелерінің жасөспірімдер деп атауға болатын арландардың қорғауында болады. Шакалдар мен койоттар қасқырға туыс болып келетін жануарлар түрлері. Қасқырлар және иттерді қосу арқылы жаңа ит тұқымдарын өсіру әрекеттері бірнеше рет жасалды. Жалпы әлемде 3 сәтті тұқым тіркелген. Табиғатта қасқыр мен ит гибридтері, қасқыр тұқымдары да кейде кездеседі. Олар қасқырлардан айырмашылығы адамдардан қорықпайды, бірақ олар үлкен иттер сияқты күшті болады. Қасқырлар табиғатта адамдарға сирек шабуыл жасайды. Көбінесе шабуылайтындар құтыру аурумен ауыратын жануарлар. Дені сау қасқырлар әдетте адамдарды айналып өтуді жөн көреді. Олардың иіс сезімі адамдарға қарағанда бірнеше есе өткір. Қасқырлар 15-20 км қашықтықта иіс сезе алады. Біздің видеомыз ұнаса, лайк басып тіркеліңіз. Жаңа видеоларды күтіңіздер. Рахмет.